Халықты дүр сілкіндірген калифорниялық шылаушын биогумус бұдан пайда бар ма? Дихандардың атынан шағым өте көп, пайдасы жоқ деп айтып жатыр. Шөп өсіп кетеді, шырмауық басып кетеді дейді. Осыған жауапты Бақтияр ағамыздан толыққанды сұрайтын боламыз. Менде мынандай ұсыныс бар. Мен енді жаңағыдай қазір негізі 10 миллион теңгелік ұсынысқа шығарған мен бұны. 10 миллион теңгеге шылаушын алса, мен жаңа технологиясын үйретем, азығын дайындауды үйретіп, и сол дайындаған биогумусын қайттан сатып алам дедім. Қазір енді осы 4 мен 6 аралығында бізде Түркістан қаласында үлкен халықаралық ауыл шаруашылығы ғылымдар академиясының ұйымдастыруымен, солардың қолдауымен үлкен халықаралық семинар өткелі жатыр. Сол семинарға шейін, сол 4-не шейін мен 1 миллион теңгеге 10 квадрат шылаушын алған кісілерге осы технологияны үйретемін, сапалы биогумус. Яғни семинарға дейін? Иә, семинарға дейін. И сол биогумусты қайтадан сатып аламын мен. Бәке, сіздер биогумус, калифорниялық шылаушын сатып жатсыздар. Мақтап жатсыздар. Экология дамуына үлес қосамыз, жердің тыңайтуына үлес қосамыз, жақсартамыз дейді. Бірақ дихандардан сіздерге шағым бар. Бірінші шағым, биогумус тастаған жерден шөп шығып кетіп жатыр, шырмауық басып кетіп жатыр, пайда жоқ дейді. Осыған не айтасыз? Ол мәселеге келетін болсақ, бізде өзіміз ойлағанбыз, солай баста биогумусты өндірген кезде өзіңді талай түсірдім ғой біздің рекламаларды. Көңді жаясын, шылаушанды жібересін, көбейеді. Болды сол биогумус. Сондай түсінік болды бізде де. Баста өзіміз солай үйренгенбіз бір кісілерден. Сөйтіп бір кісілерден биогумусты алып сатып алып саттым мен. Келді ондай арыз шағымдар маған. Шөбі шығып кетті, сары шырмауық басты, мынан пайдасын көрмедік деген. Сондай шағымдар көбейгеннен кейін, мен Битөре деген ағам бар. Ол кісі осы органика мәселесін 2014-тен бері арқасында жүрген кісі. Сол кісіге бір неғаған ем, Индия, Европадан ештеңке үйрене алмаймыз деді. Европада барлығы техника, технология дамып кеткен. Ол жерге барасында ештеңке үйрене алмайсың дейді. Олардың техникасын алып келу керек, олардың технологиясымен жұмыс жасау үшін деді. Біздің неге ұқсайтын Индияға барайық деді. Индия сол кәдімгідей қазақи жерге жайып сөйтіп істеп жатыр. Қолмен істейді. Қолмен, трактормен істейді ғой. Ал ана Европада ол кәдімгі арнайы не бар, автоматизация, барлығы оң автоматты түрде келеді. Кесетін де барлығы автоматты түрде. Ал Индияда сол қолмен, трактормен аударып. И сол жаққа Битөреға өзі кетті, жаңа форум болды ол жақта. Сол форумдан кейін мені шақыртты ол жаққа. Кел, көр мыналардың технологиясын. Тәжірибе жина деп. И сол жаққа барып, олардың көрдім технологияларын. Жалпы оларда технология сол көңді өзі арнайы процесстерден өткізеді, дайындайды. Сол дайындаған көңді шылаушанға жегізіп, и сөйтіп дайындайды. И бізде бір қателік, жаңа биогумустан пайда көрмедім егінде деген кісілер, ондай кісілер де бар. Пайдасын көрдік деген кісілер де бар. Жаңа пайдасын көрдік, бірақ шөп шығып кетті, сары шырмауық шығып кетті, сол жағы жаман екен дегендер де бар. Вообще пайдасын көрмедік, гөңіне, мынауне деген кісілер бар. Ол кісілерге айтарым, жаңа олар алған биогумус, ол вообще биогумус емес ол. Оны шылаушан тазалап жемеген біріншіден. И технология сақталмағаннан кейін ол кәдімгі көң болып тұр да ол, былайша айтқанда. Ал жаңағыдай технологияны біз сияқты бұлай дайындап, құр шылаушанды беріп жегізіп, бұлай сатқандар да болды. Ода да сәл пайдасы аздау. Енді көңнен күштілеу, бірақ күші аздау. Негізі мен сол неде көргенім. Одан кейін Қытайлармен де сөйлестік. Жалпы бұл мәселе жөнінде біраз ақпараттар іздедім ғой. Өзі биогумус дайын болғаннан кейін өзі тұру керек екен. Кемінде 2 ай тұру керек, жоқ дегенде. Демделіп тұру керек дейсің. Демделіп тұру керек. Дайын болғаннан кейін жинап қою керек, тұру керек. Бір жабық жерде немесе үстін қаралап жауып қою керек. Енді менде бір сұрақ болып тұр. Енді сіз Индиядан кейін жаңа технология алып келдіңіз. Қандай дайындалады, қандай өндіріледі, жалпы технологиясын. Ал енді Индияға дейін Қазақстанға алғаш алып келген кісілер осы технологияны білмеді ме, сонда жоқ оны айтпады ма? Технологияны білді, технологияны істейтін 1-2 санаулы ғана кісілер болды. Бірақ көбісі фокусты, былайша айтқанда, бізді өзіміз дұрыс неғылмағаннан кейін шылаушаны сатуға қойып қойдық.
фокустыша. Биогумусқа емес та, шылаушаны сатуға фокус шылаушанға. болғаннан кейін барлығы тек қана шылаушан. Өйткені тез көбейеді, 4 айда 10 есе. Мысалға 100 мың алсаң, 10 айда 10 есе есептей бер, 1 миллион теңге болады. Егер шынымен несі алатын адамды тапсаң, негізі солай болады. Шынында да 4 айда көбейеді 10 есеге. Товарың көбейеді. Ақшаң емес, товарың. Саталсаң, ақшаң көбейеді. Сондай мәселеде рекламалар кетті. Жаңағыдай биогумусқа деген фокусты, оның сапасына деген нәрсе, өйткені өзіміз де білмедік. Ана білген кісілерде ондай информация берген жоқ. И содан кейін солай болып кетті. Енді Индиядан жаңа технологияны алып келіңіз. Енді оны халыққа қалай үйретесіз? Қандай жеңілдіктеріңіз бар? Бұл жаңа деп қатты жаңа технология емес, бізде де істеп жатқан кісілер бар. Бірақ менде мынандай ұсыныс бар. Мен енді жаңағыдай қазір негізі 10 миллион теңгелік ұсынысқа шығарған мен бұны. 10 миллион теңгеге шылаушыны алса, мен жаңа технологиясын үйретем, азығын дайындауды үйретіп, и сол дайындаған биогумусын қайттан сатып алам дедім. Қазір енді осы 4 мен 6 аралығында бізде Түркістан қаласында үлкен халықаралық ауыл шаруашылығы ғылымдар академиясының ұйымдастыруымен, солардың қолдауымен үлкен халықаралық семинар өткелі жатыр. Сол семинарға шейін, сол 4-не шейін мен 1 миллион теңгеге 10 квадрат шылаушыны алған кісілерге осы технологияны үйретемін, сапалы биогумусты. Яғни семинарға дейін? Иә, семинарға дейін. И сол биогумусты қайтадан сатып алам мен. Ол менің негізгі 10 миллиондық ұсынысымда еді. Өйткені мынандай ғой, 1 миллионға десең көп адам шығады. 100 адамға сатқаннан гөрі, одан гөрі 10 адам немесе 5 адамға сат. Өйткені оларды контроль жасау керек. Ол қандай биогумус дайындайды ол? Білмейсің ғой. Мен технологияны беріп, хабардар болып тұрасыз, хабар алып тұрасыз ғой. Барып арасында тексеріп тұрамыз ол. Дұрыс істеп жатыр ма? Дайындап жатқан азығы қалай? Неге десең, 100 адамды контроль жасау қиын да. 100 адам, дұрыс. Сол үшін бізге қазір сәл немізге қаражат керек болып тұр. Содан кейін осыны істеп тұрмыз. Яғни семинарды ұйымдастырушы кім? Семинарды ұйымдастырушы негізі сол кешегі президенттің жолдауынан кейін. Алдымызда тағы бір өте маңызды міндет тұр. Бұл агроөнеркәсіп кешенінде нақты серпіліс жасауымыз керек. Ауыл шаруашылығы саласының әлеуеті орасан зор. Бірақ біз қолда бар мүмкіндіктерді әлі де толық пайдаланбай отырмыз. Қазақстанның айналасында өнім өткізетін өте үлкен нарықтар бар. Онда сапалы азық-түлік өнімдері тапшы. Қазақстанның стратегиялық мақсаты Евразия құрылымындағы басты аграрлық орталықтың біріне айналу. Осы мақсатқа қол жеткіземіз десек, ең алдымен өнімді жоғары деңгейде өңдеуге көшуіміз керек. Онсыз болмайды. Біз алдағы 3 жыл ішінде агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізуіміз керек. Бұл нақты міндет. Жұртты өнім өңдеуге ынталандыру керек. Ол үшін салық саясатын қайта қарау қажет. Бұны Қазақстан ауыл шаруашылығы ғылымдар академиясы неғып атқан, оны Битөре ағаның несімен болып отыр. Битөре аға жалпы осы саланың маманы болғаннан кейін нені ашылды. Жаңа Түркістан облысынан ең алғаш рет, ондай не болмаған бізде. Ең алғаш рет яссауи білім тарату орталығы. Яғни ғалымдар жаңа фермерлермен жұмыс істеу керек деген мәселені көтерді ол кісі. Өйткені Индияның тәжірибесін көрдік біз ол жақта. Жаңа 13 күні ма, 12 күні не шыққан, заң шыққан, мамандар фермерлермен жұмыс істеу керек деген. Біз бір Тиаги деген бір фермер бар, верми фермер, осы шылаушанның, жердің, топырақтың маманы. Сол кісімен келісіп қойған ек. Битөре аға звондаса, мен Утта-Прадеш деген жерде, штатында, сол жаққа кеттім фермерлермен жұмыс жасауға дейді. 2 күннің арасында да сонда заң қабылданды, уже 2 күннен кейін анау кетті. Сразу жұмысқа кірісті да. Битөре аға да істеп атқан несі сол, елге, халыққа таза жаны ашитын кісілердің бірі. Болмаса жаңа минерал тыңайтқыштар беріп, одан жоғары өнім алғаннан гөрі сол
жаңағы минерал тыңайтқыштардан бас тартып Қазақстанда бренд қылып алатын болсақ, Қазақстан дегенде бүкіл әлем тек қана ол жаңағы ауыл шаруашылық өнімі емес, малдың да жаңағы етін, сүтін де органикалық өнім деп сатуымызға болады. Өндірген шаруа, яғни фермер өзі де соны қолданады. Сонымен біз жаңағы айтады ғой, екі жұмысты атқарамыз. Біріншіден өнімді аламыз, таза өнім аламыз. Екіншіден денсаулығымызды арттырамыз, денсаулығымызды мықтылаймыз да. Олар соған қарап 5 жылдан кейін жаңағы сіздің торпағыңыз таза болғаннан кейін сізге сертификат береді. Ал субсидия бойынша әңгіме қылады. Субсидияны бергенде қай уақытта беру керек, кімге беру керек? Алғашында білмеймін кім екенін. Біреулер айтып, ойбай мыншадан сатасың деген жұрттың бәрі алып, оны көбейтіп енді бүгінгі күнде қалай сатамыз дейді. Мынау біздің Сырдария мен Амудария тартылып кетудің бұл келешегі. Заманауи ғылымға сүйенбесе, ауыл шаруашылығы тығырыққа емес, ол құрдымға кетеді деді. Яғни сіздің өндіріп жатқан биогумустарыңызда химиялық заттар қосасыздар ма? Биогумуста химиялық заттар қоспаймыз. Бұл да таза, табиғи, органикалық өнім ғой. Жалпы шөп, сабан, көң, сондай нәрселер, шіритін нәрселер. Жалпы шылаушаның өзі жейтін нәрсесі сол шірінділер. Біреулер айтады, биогумус саған емес, ішінде шылаушандар бар екен, гүлімнің тамырын жеп өлтіріп қойды дейді. Гүлім өліп қалды дейді, зор өсет дегеннен бері өліп қалды ғой дейді. Шылаушан тамыр жемейді біріншіден ол. Ол наоборот өсіп жатқан өсімдікті жақсы өсіреді. Ол салған биогумусы оның таза дайын болмаған биогумус та. Көңі бар ішінде, сол тамыры күйген, содан өліп қалған ол. Биогумус ешқашан өлтірмейді ол. Тамырды, нені, ол наоборот өсімдікке пайдасын берсе береді. Мысалы, қазір тал егу процесі де кетіп жатыр да. Президенттің жарлығымен 2 миллиард ағаш. Миллиондап отырғызып жатыр, оның 60-70% өліп жатыр. Бұл түбінде дұрыс неғымаған, сол агротехникасы дұрыс сақталмаған екен, сондай нәрселер болып жатыр. Жалпы бұл биогумусқа айналу үшін қанша уақыт құрбан етеді? Жалпы биогумусқа айналу үшін, шылаушан, мысалға, 1 квадрат жердегі шылаушанды айтайық. Қандай этаптардан өтеді? 1 квадрат жердегі шылаушан жақсылап қарайтын болса, осы жерде бағатын болса, 1 жылда 1 куб биогумус өндіруге болады. 1 квадрат жерден. 1 куб? 1 куб, ол 1 тонна, примерно 1 тонна көлемінде биогумус алуға болады 1 квадраттан. Енді жаңағыдай 1000 квадрат жерге өндіретін болсаң, 1000 куб биогумус өндіруге болады. Жаңағыдай ол тезегі бар жерлерге жақсы. Бізде Сарыағашта сәл проблема, өйткені егін саласы көп. Біз көңді алып сала береді, биогумусқа да спрос екеуіне де кеткеннен кейін бізде тапшы көң. Ал жаңағыдай сәл шеттерге шықсаң, қазғұрт, мал бар, таулы жерлерге, жақын жерлерде, оларда проблема емес та көң. Бәке, енді сіздің ұсынысыңыз шылаушанды клиенттерге сатып, одан қала биогумус алу кереккен технологиясын үйретіп бересіз ба? Иә. Кемінде қанша квадрат болу керек? Қазір сол жаңа неге шейін ғой, алтысына шейін кемінде 10 квадрат 100 мыңнан қып жатырмыз қылып. Негізі 150 мыңнан бағасы. 100 мың теңгеден. Қазір 100 мыңнан акция. Бұлай айтсақ, акция десек те болады. Акция есебінде тек 4 октябрьға шейін. 1 миллион теңгеге шылаушын алған кісілерге технологияны үйретеміз. И сол технологиямен өндірген биогумусын өзіміз қайтадан сатып аламыз. Бірақ бұл жерде носы бар. Енді оған сәл көп уақыт кетеді ол кісілерде. Жаңа 10 квадратты бірінші көбейтіп алу керек, 100 квадрат қып. Бірден биогумусқа кірсе болады 10 квадратпен. Бірақ арзымаған өндіреді ол. 1 жылда 10 куб өндіреді. Сол үшін 10 квадратты алып 100 квадратқа тастап 4 ай өндіріп алу керек, көбейтіп. И содан кейін жай кірсе болады. Немесе бірден 10 квадрат емес 100 квадрат алып 1000-ға жайып, или сол 100 квадраттың өзімен биогумус өндірсе, 1 жылда сол 100 квадраттан 100 куб биогумус өндіруге болады. Біз алатын бағаны айтып кетейін енді. Біз алатын баға 50 теңгеден аламыз. Литр ма? Биогумусты. 1 литрін 50 теңге. Тек қана сізден алған клиенттерден ғана. Тек менен алып, мен үйреткен технологиямен жұмыс жасаған кісілерден договор жасаймыз ондай кезде ше. Келісімшарт жасайсыздар. Олсыз болмайды. Өйткені мен сенен алдым, сен алмадың, анау мынау деген әңгіме керек емес. Түсінікті. Ертең уж таяқ жеп болдық та ол нәрседен. Сол үшін келісімшартпен, оның келісімшартта жасалады. Сол біздің технологиядан бір ауытқу болса болды. Ол кісіден уже алмай қоямыз. Сол үшін соңына шейін, егер соңына шейін бизнес жұмыс жасайын десе, сол істеген келісілген келісімшарттағыдай жұмыс жасау керек болады. Бәке, енді бұл салада жүргеніңіз қанша болды?
Бұл салаға уже 3-ші жыл кетіп жатыр. 3-ші жылда, яғни 3 жылдық тәжірибеңіз бар. Бұл биогумустың технологиясын толыққанды үйрендім деп айта аласыз ба? Мынау жерде өсіру мәселесінде үйрендім. Неге кітап жазбайсыз біздің өңірге, біздің менталитетке лайықты түрде, дихандарға лайықты түрде неге кітап жазбайсыз? Бұның кітабы шықпайды. Игорь Николаевич Титов деген Ресейдің ғалымы бар. Осы верми технология саласында. Орысша кітабы. Оны Битория деген ағамыз бар, жаңа айтқан. Сол ағамыз оны ағылшыншаға переводтады бірінші. Ол ағылшынша нұсқасы қазір бүкіл шет елдерге кетті, таралды. Қазір енді соның ертең семинарда қазақша үлгісі сатылымға шығады. Тұсаукесері болады, сатылымға шығады. Енді бәке, Битория аға деп жатсыз. Ол кісіге жайлы кішкене ақпарат бере кетсеңіз. Битория аға жайлы қысқаша берсем, ол жалпы осы топырақтың маманы. Топырақтың маманы Өзбекстанда көп жұмыс жасаған. Өзбекстанға 4 бидайдың сортын шығарып берген ол кісі. Сол Өзбекстанның ауасына, топырағына өсетін 4 бидайдың сортын соларға дайындап шығарып өсіріп берген. Және де бұршақты тұқымдастан арпа и бұршақ тұқымдастан жаңадай неге? Горох дейді ғой, не дейді қазақша? Горох деп айта беріңіз. Сол горохтағы сол 1-2 нәрселер бар. В общем, 9 нәрсе, 9 түрлі ненің ұрығын шығарып берген. Өзі, бір ұрықты шығарудың өзі кемінде 4 жыл, 6 жыл уақыт кетеді. Ғалым кісі екен да ол кісі. Ол кісі ғалым кісі. Ол кісі тек қана Өзбекстанда істемеген. Жалпы 40 па 38 ма мемлекетте болған. Соның бір 13-інде или 15-інде, мен точно есімде жоқ, сонша мемлекетте жұмыс жасаған. Тәжірибесі мол кісі. Бізде Қазақстан өзіне ондай кісі бар болса да санаулы шығар. Бірақ сондай санаулы кісілердің біреуі да өте тәжірибелі, білімді сондай ағамыз. Жақсы бәке. Біз Қазақстанға жаны ашитын сондай кісілердің бірі. Осы соған жаны ашығаннан кейін қазіргі мынау істелініп жатқан жұмыстардың барлығы сол ұйымдастырып жатқан кісі ғой, жалпы. Жақсы, рахмет бәке. Енді семинарға қатысам деушілерге не айтасыз? Жалпы бұл семинар тек қана мынау шылаушы биогумус өндіретіндерге қатысты емес ол. Ол бүкіл дихан, мынау осы саламен де жаңа мал бағатын кісілерге де керек негізі. Мынаны қалай өндіру керегін біліп алса, қандай пайдасы бар. Тезегін өртейді мысалға. Сол кісілерді қатысса өте керемет. Негізі өздеріне пайдалы информацияны барлығын алады. Сол жерде келетін кезде, келуден алдын өздеріне сұрақ жауаптарын барлығын дайындап келсе, сұрақтарын. Сол жерде өздеріне көкейінде жүрген сұрақтарын барлығын жауап алады. 4-5 аралығы күні бола ма? 4 мен 6 аралығы болады. Негізі 5-не басталады. 4-нен уже сол шетелден ғалымдар келуді бастайды. Шетелден ғалымдар келеді? Шетелден. Жалпы айтып кетейін, 8 мемлекеттен қатысады. 8 мемлекеттен. Россия, Белоруссия, Украина, Тунис, Марокко, көршіміз Өзбекстан бар, Индия, Пакистан. И 9-шы өзіміздің Қазақстанның ғалымдары, академиктер, профессорлер. Жалпы осы топырақтың мамандары. Топырақтың шетелден келетін сол осы верми технологияның мамандары. Бүкіл сол адамзаттың денсаулығына жұмыс жасайтын кісілер ғой жалпы. Семинардың тақырыбының өзі топырақтың құнарын жақсарту, адамзат денсаулығының кепілі деген сондай атты семинар өтеді. Тамаша. Құрметті оқырмандар, егер де бұл семинарға қатысқыңыз келсе, астында телефон нөмір, бәкең нөмірін қалдырам, қоңырау соғып, және де биогумусты бәкеңнен алам деушілерге осы семинарға дейін керемет жеңілдік жасап отыр. Шылаушынды. Осы шылаушынды пайдаланып қалыңыздар. Және де толыққанды технологиясын үйреніп, сапалы дүние, сапалы өнім шығарыңыздар. Тағы бір нәрсе айтайын. Жалпы мен қазір өзім биогумус сатумен айналысып жатқан жоқпын. Бірақ биогумусым бар енді. Біз қазір плюс бұны глубокий переработка дейді. Сұйық түрінде шығарып жатырмыз. Сұйық түрінде. Сұйық түрі бұл не технология сол Биторияға бастаған баста сол Титовпен бірге осы Қазақстан топырақтану ғылым университетінің, ғылыми университетінің несімен сол жерде басталған бұл нәрсе қазіргі таңда
Сол проектпен мен ары қарай жұмыс жасап жатырмын. Сұйығын да шабып жатырмыз. Сұйығын. Бәке, шылаушыңызбен толық таныстық, биогумус барлығын көрдік, сұйық. Мынау биогумус барлығын көрдік. Менде бір сұрақ мазалайды, бәке. Өзбек ағайындар, көрші мемлекет Өзбекстан, бұл қатты дамып кеткен олар. Шығарып жатыр шылаушынды. Олар не істейді бұл? Қайда сатады? Жоқ, шетелге экспортқа шығара ма? Ана нені айтып отырсың? Ютубта. Шынымен олар күніге сатып жатыр. Ютубқа кірсең, тоқтамай кетіп жатыр оларды шылаушын. Мен де қызықтым, не істеп жатыр екен олардың. Сөйтсем, олар балықта қатты дамыған оларда ше. Балыққа беріп жатыр. Мен осы жақын жерден, Бағыс деген жерден менен шылаушын алған кісілер бар. Соның күйеу балам деді ма, қайнағам деді ма, сол айналысады екен балықтан. Шылаушын береді екен балығына. Балыққа? Ол қалай болады екен? Сол 6 айда өсетін балық 4 айда өзінің несін жинап жатыр дейді, весін. Мен ана өзім естігенде де кітабымда көрдім. Сол бетін маған түсіріп жіберген, Түркістанда Ернар деген бауырымыз. Біздің Қазақстанның ғалымдары да малды бордақылауда осы шылаушынды не қылғаннан кейін пайдаланғанда зерттеулер жүргізген, шылаушынды құрғатып, майдалап, жаңа малдың жеміне араластырып берген, семіртеді. Өйткені оның тағы бір несі, жаңа жылда неде қыстан көктемге шыққан кезде жылқы малы өзі білсеңіздер жерді теуіп өздері шылаушынды қазып жейді олар. Азып тұрған жылқы соны жеп оңалады. Ода өйткені құрамында 62% ба 72% ба белоктан тұрады екен шылаушын. Шылаушын ба? Сөйтіп тез вес. Көтерем болып қалған малдарда осы шылаушынмен тез семіреді, оңалады екен. Енді балыққа береді, малға береді. Мысалы, құс фермасы ше? Құстарға да. Мен өзімнің немде, мен фермада неған жоқ, өзім тауықтарым болды. Сол тауықтардан көрдім оны ше. Кәдімгідей ауыр, семіз. Шылаушын жеп жүре берген екен, бос жүрген екен. Шылаушын көп жетеді, жей береді. Бөденелерді бақтым мен. Осы биогумусында жегіздім, шылаушынында жегіздім. Әдемі семіреді. Енді бәсекелес бола аламыз, бола алмаймыз Өзбекстанға? Осы шаруашылық бойынша. Бізде негізі оған неміз көп, мүмкіндік көп. Өйткені бізде малдың тезегі деген жетеді. Атам қазақ барлығы малмен айналысқаннан кейін тезек жетеді. Олардан осып кетуге болады да негізі. Бірақ бізде әлі дұрыс информация жоқ. Өйткені оларда қазір өкімет қолдап жатыр. Бүкіл өкіметтің жолдың жағасына егілетін талдардың барлығы осы биогумуспен егіледі. Өйткені пайдасын көрді, өкімет соны қолға алды. Бізде де Алла бұйыртса, осы алдағы семинардан кейін бізде де сондай серпіліс болады деп ниеттеніп жатыр. Енді мемлекеттен қолдау болайын деп тұр ғой. Мемлекеттен Алла бұйыртса болады қолдау. Қазіргі мынау органикалық өнімді шығару, шетелге экспорттау, осы экспорттауға да осы органикалық өнім керек бізге. Солардың сертификатын алу үшін, біздің өнім органика деу үшін, дәлелдеуіміз үшін осындай нәрселерді өсіруіміз керек. Жаңа дихандар да осы нәрсеге жаймен өтеді негізі. Негізі өзі Виктория ағаның айтқандай, америкалық стандарт бар екен, европалық стандарт осы жерге берілетін, органикалық жер деп берілетін. Ол қалай десеңіз, 5 жыл жаңа жеріңізге ешқандай минералды тыңайтқыш салмайсыз. 5 жыл салмастан сол жерге егіле береді жылда, осындай биогумуспен, осының сұйығымен, сонымен бағылып егілген өсімдіктер. 5 жылдан кейін сол жерге органикалық жер деп сертификат беріледі. Сол жерде өндірген өнім органикалық өнім деп, эко өнім деп есептеледі. Оны жаңағыдай шетелге экспорттауға мүмкіндік бар. Оны алады, өздері сатып алады. Оны білдірмей селитра салып жерем десең, біліп қояды екен. Кәдімгідей не дамыған спутник көріп отырады екен ғой. Соның лабораториясын Алла бұйыртса, бізге де соны ниет қылып отырмыз енді. Қазақстанға соның нәрсені кіргізсе, бақылап отырады да. Жерді алған адам алдаймайды. Жерді. Жақсы, бәке, рахмет. Құрметті оқырмандар, құрметті YouTube көрермендері, мына бәкеңнің өзінің жеке YouTube каналы бар, сол каналға өтіңіздер, ішін толыққанды танысыңыздар, Инста парақшасында тіркеліңіздер, қоңырау соңыздар, түсінбеген сұрақтар болса, бәкең жауап беруге дайын. Ал біз аяқтайық, бәке. Жақсы.